Ертеде бір Наурыз мерекесінде Әлімбет ауылына Қыдыр ата келіпті. Ауыл іші мәз-мейрам, көктемді Наурыз мерекесін қуанышпен қарсы алуда. Адамдар жаңа киімдерін киіп, балалар асық ойнап, шат-шадыман көңіл күйде асыр салып жатыр екен. Ассалаумағалейкум, Қыдыр ата. Ауылымызға қош келдіңіз. Балаларым, Наурыз не береке мен бірліктің мерекесі. Бір-біріңе жақсылық жасап, әрқашан тату болыңдар. Осы сәтте ауыл аналары Наурыз көже пісіріп жатты. Қазаннан шыққан дәмді иіс бүкіл ауылға тарауда. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, Наурыз құтты болсын, бұраң деп адамдар бір-бірін жарыса құттықтап жатыр екен. Ауылдың татулығын, ауыз біршілігін көріп, Қыдыр ата риза болып, өз батасын беріпті. Әлімбет ауылында әрқашан бақыт, береке, молшылық болсын.